ойын қанталапай ойнаймыз. Сендер ойнағыларың келе ме? Жарайсыңдар. Ендеше мен шартын түсіндіріп өтейін. Қанталапайды біз асықпен ойнаймыз. Бұл асықтың ішінде қызылға боялған асық хан асығы. Осы хан асығы кімге бұйырады, сол бала бірінші ойынды бастайды. Талапай-ау, талапай, ойын басталды. Ал балалар, хан асығы кімде екен? Көріп, санап жібереге балалар. Ал санайық, сенде қанша асық екен, Расул, санап жіберші? 1, 2, 3, 4. Ой, жарайсың. Ерасыл, сенде ме хан асығы? Кәне, сен санап жібер, санай қой. 1, 2, 3. Ой, жарайсың, бере ғой хан асығы. Қызыл асығыңды бере ғой хан асығы. Балалар, қызыл хан асығы Ерасылға бұйырыпты. Ерасыл енді ойынды бастайды. Енді біз сендермен теңге алу ойын ойнайық. Мен шарттарын түсіндіріп жіберейін, балалар. Теңге алуды мен ортаға теңгені тастаймын. 2 топқа бөлініп, балалар, 2 атқа мініп, шауып, балалар. Музыка ойнағанда тоқтап, кім бірінші теңгені алады, сол балалар жеңіске жетеді.